Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда кезекті кеңейтілген аппараттық жиын болды. Қазақстанның кейбір қалаларында жас аналарға кеңес беретін қоғамдық бірлестік ашылуда. Өмірге ғашықпын, осындай атаумен сәт тобы көрерменге жаңа әндерін тарту етті. Номер 16 жалпы орта білім беретін мектептің шағын орталығында алтын күз атты ертеңгілік ұйымдастырылды. Бүгін әкімдікте қала аппаратының кеңейтілген жиын өтті. Қала әкімі Әнуар Серікбайұлының төрағалығымен өткен жиында кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың орындалысы, 2015-2020 жылдарға арналған санитарлық эпидемиологиялық сауаттылықты қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі шаралар жайында сөз болды. Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың орындалу туралы деген бірінші сұрақ 2015-2020 жылдарға арналған санитарлық эпидемиологиялық сауаттылықты қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы деген екінші сұрақ. Ал қосарларыңыз бар ма? Кезекті рет өткізілген кеңейтілген аппараттық жиынның күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ бойынша кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Әбусағит Түгелбайұлы баяндама жасады. Бүгінгі күнге Сәтпаев қаласында 2015 жылға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсету үшін республикалық бюджет есебінен 64 миллион 865 мың теңге бөлінген. Оның ішінде 36 миллион 551 мың теңге кредит лизингтік мәміле бойынша пайыздық мөлшерлемелерін субсидиялауға, 10 миллион теңге жаңа өндірістерді құрауға мемлекеттік грант ұсынуға, 18 миллион 314 мың теңге микронесиелендіруге. Осы қаржылардың 15 миллион теңгесі, яғни несие лизингтік мәміле бойынша пайызды мөлшерлемені субсидиялауға игерілді. Ал қалған барлық қаржы 49 миллион 865 мың теңге бағдарламаны қаржыландыру оператор облыстық басқарма болуына байланысты өткен сессияда қаражат қайтарылды. Ағымдағы жылдың 9 айында қала бойынша субсидияландыру механизмі бойынша 2 жоба мақұлданған. Қарағанды облысы кәсіпкерлік басқармасы мен бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында мемлекеттік гранттар беру конкурсы өткізіліп, нәтижесінде 11 өтініш келіп түскен. Және аймақтық координациялық кеңесімен мемлекеттік гранттар беруге 4 жоба қабылданған. Аталмыш жобалар құны 12 миллион 478 мың теңге құрауда деген бөлім басшысы қаламызда агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылып жатқандығын да тілге тиек етті. Бұл жоба аясында қаламыздағы шаруа қожалықтар 2014 жылдан бері субсидия алып жатқандығын да атап өтті. 2014 жылы 3 шаруа қожалыққа 2 миллион 468 мың көлемінде субсидия берілсе, ағымдағы жыл 4 шаруа қожалыққа 4 миллион 406 мың субсидия төленген. Күн тәртібінде қаралған алғашқы сұрақ төңірегіндегі баяндаманы толығымен тыңдаған қала басшысы алдағы уақытта жеке бизнесін ашып, кәсіпкерлікпен айналысамын деушілерге берілетін қаражаттың игерілуін қадағалауды қатаң тапсырды. Міне біз біреуге қаржы бердік па, оған бөлімнің қызметкерлерінен соған бір куратор белгілеңіз. Көп адам емес па алып жатқан. Сол куратор барып тұрсын, сіз құжаттадыңыз ба, кәні көрсетіңізші деп, ол басында көрсеткісі келмей үйтіп-бүйтіп жүреді, артына түсінгесін керісінше ақыл сұрайды. Сол дұрыс болсын, бәрі қарай жұмсалу кезінде бүкіл анау қаржының қозғалысын дәлелдей алатын бүкіл құжаттарды уақытында алып отыру, олардың бәрін жинақ қою, осындай бір папка ашып, соның ішіне салып, келген кезде көрсету деген мәселелер, мониторинг жасау, анау деген көмектесsin. Одан әрі аппараттық жиынды өз баяндамасымен жалғастырған Сәтпаев қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Гаухар Шәріпқызы 2015-2020 жылдарға арналған санитарлық эпидемиологиялық сауаттылықты қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі шараларды атап өтті. Қала бойынша ағымдағы жылдың 9 айында қорытындылары бойынша эпидемиологиялық жағдайды көрсеткіштері бойынша қанағаттанарлық деп бағаланды. Дифтерия, қызымақ, безгек, трихинеллез, сүзек және паротит аурулары тіркелген жоқ. Жалпы республика көлемінде тіркеліп тұрған 62 түрлі аурудың қала көлемінде 18 түрі тіркелген. Жалпылама бұл аурулардың тіркелуі облыс көлемінде 33 түрі тіркелген. Өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда қала тұрғындарының арасында сырқаттанушылықтың төмендеуі байқалады. Ол мына аурулар бойынша: сарп ауруы, бруцеллез биылғы жылы тіркелген жоқ, былтырғы 14 жылдың осы уақыт аралығында бір жағдай оқиға тіркелген. Вирустық сары аурудың 7 түрі
Қала бойынша ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша эпидемиологиялық жағдай көрсеткіштері қанағаттанарлық дейді басқарма басшысының міндетін атқарушы. Жалпы жұқпалы аурулардың 62 түрінің қала көлемінде 18 түрі тіркелген. Атап айтар болсақ, тыныс алу жолдарының туберкулезі 33 жағдай, көрсеткіш бойынша 47%, қышыма ауруы 6 жағдай, ал эхинококоз және қызылша, бруцеллез аурулары бойынша 1 жағдай тіркелген. Ал жалпы аурулардың алдын алу үшін егілулер ай сайын жүзеге асырылып, уақытылы қадағалауда өткізіліп тұрады дейді басқарма басшысының міндетін атқарушы Гаухар Шәріпқызы. Жиын соңында қала басшысы келесі аппараттық жиындарда қаралатын сұрақтар төңірегінде берілетін ақпараттардың толыққанды болуын лауазымды тұлғаларға қатаң тапсырды. Қорытындылағанда бірақ әңгіме ғой. Осы есептерді мен қабылдай берем, осы әңгімелерді айта берем. Бірақ бұдан кейін есеп берген адамға тек қана болған нәрсені ғана айтып қоюға тиым саламын. Алмас Серікбайұлы, естіп отырсыз ба? Есеп берген кезде есепті жақсы бердіңіздер, 9 айда осындай, 10 айда осындай өтті, жақсы кетті. Енді осы сұрақтар бойынша біздің алдағы жоспарымыз мынандай деп айтыңыздар онда. Жоспарымыз осындай, өйткені мынандай сұрақтарды дамыту үшін мынандай әрекеттер жасап жатырмыз. Анализ арқылы мынаның керек жоқ екенін анықтадық, мынандай жиын өткіздік. 16 жылы біз бұған мынандай өзгерістер жасаймыз, мынандай қаржы тартамыз, мынандай ашамыз, жабамыз, мыналардан мүлде бас тартамыз деп. Енді қате болса да, әйтеуір бір талпыныстарыңызды көрсетіңіздер. Қате болса да ұрыспаймын, еш нәрсе ұрыспаймын. Бірақ көрейін, не жоспарлап жатқандарыңызды. Осы өткен есеп беріп тұрған кезеңдегі барлық өткен жағдайларды айтып, содан соң алдағы қарай 1 жылды қамтып, сол жоспарларыңызды қосайтыңыздар. Активті естісін, мен де естеймін. Олай келмеген есепті қабылдамаймын. Олай есеп бере алмаған басшыны онда ұстамаймын деп жерді. Келісіп алайық. Қазақстанның кейбір қалаларында жас аналарға кеңес беретін қоғамдық бірлестіктер ашылуда. Бұл қоғамдық бірлестіктер бала күтіміне қатысты арнайы кездесу кеңестер өткізеді. Жалпы бірлестіктердің мақсат міндеттері жайында тілшіміз толықтырады. Қазіргі кезде баласын мейірлене емізіп отыратын аналардың қатары азайған. Бұған әйелдердің дүниеге нәресте әкелгеннен кейін араға 40 күн салып, қайтадан жұмысқа шығуы себеп. Сондай-ақ қыпша белім жуандап, дене бітімім толысып кетеді деген қауіппен баласын емізуден бас тартатындар да бар екен. Осыған байланысты бала күтімі мен жас аналарға баланы қалай дұрыс емізу керектігін түсіндіретін арнайы қоғамдық бірлестіктерде өз жұмысын бастаған. Қазіргі таңда бұндай бірлестік ұйымдары Қазақстанның Астана, Қарағанды, Жезқазған қалаларында ашылып жұмыс жүргізуде. Қаламызға Татьяна Оракова Жезқазғаннан келіп, Лекеров атындағы отбасылық денсаулық орталығының бала денсаулығы кабинетінде болып, жас аналармен кездесіп, сәби үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ екенін дәріптеп, бала емізудің қыр-сырын түсіндіріп кеңес берді. Мамандардың айтуынша, ана сүтінің құрамында баланың өсуіне қажетті дәрумендер аз емес, ал уыз 2-3 есе көп болады екен. Бұл баланың жүйке жүйесінің, миының дұрыс дамуына тікелей ықпал етеді. Сондықтан 2 жыл бойы тіптен болмаса 6 емізген абзал дейді. Кездесуде Татьяна Оракова жас аналардың алғаш емізуінде кездесетін қиындықтармен күресудің жолын айтып кеңес беріп көрсетті. Шараны ұйымдастырушы алдағы уақытта болашақ аналар мен нәзік жандыларға осындай кеңес беретін кездесулерді жиі өткіземіз деп отыр. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мұқағали ақынның «Көнеміз ғой» сөзіне жазылған әнімен жұрт жүрегіне жол тапқан Сәт тобы көрерменге жаңа әндерін тарту етті. Өмірге ғашықпын деп аталған ән кешінде өнерпаздар қазақ елі деп рух көтеріп, нұрағасына арнау айтып, аққан жұлдыз деп өлсе де өшпес із қалдырған саңлақтарды еске алды. Армысыздар, құрметті біздің сүйкімді де сүйікті Сәтбаев өлкесінің өнерсүйер қауымы. Бүгінгі біздің кереметтей «Өмірге ғашықпын» атты ән кешімізге қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті Сәтбаевтың өнерсүйер қауымы, біздің сүйкімді де сүйікті тыңдармандар. Бүгінгі біздің кереметтей Азат бауырымыз атқандай «Өмірге ғашықпын» атты ән кешімізге тағы да қош келдіңіздер. Армысың қазақ елім сағында, бір өзіңе табына, кең байтақ өлкеме бақыма.
Жалт еткен жарықты көре алмаса да, таудай талабымен елге танылған сәт тобы қаламыздағы Шынболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Жанары көрмесе де жүректегі жалын өшпеген Азат пен Сапарбай 2008 жылдан бері сахнада ән айтып келеді. Мұқағали ақынның «Көнеміз ғой» сөзіне жазылған әнімен жұрт жүрегіне жол тапқан сәт тобы көрерменге жаңа әндерін тарту етті. Өмірге ғашықпын ән кеші осылай аталды. Жалпы сәт әндерінің мағынасы терең, әуені әуезді, тақырыбы да сан алуан. Қазақ ел деп рух көтеріп, нұрағасына арнау айтып, аққан жұлдыз деп өлсе де өшпес із қалдырған саңлақтарын еске алды. Зал толы болмағанымен, жиылған көрермен қошеметпен қолдау көрсетіп отырды. Олар 2010 жылдың ең үздік әншісі, репертуарында 50-ден астам ән, 15-тен астам бейне клиптері бар. Өнерпаздарға дәстүрлі ән мен терме толғаулар да таңсық емес. Кеш барысында бала күннен жеткен жетістіктерін көрсетіп, өткеннің естелігі болған бейне жазбаларын жанкүйерлерімен бөлісті. Концерттің негізгі ерекшелігі балалар сахнада өздері сүйемелдеусіз шығып, әндерін орындап, және де концертті жүргізушісіз өздері жүргізді. Көп өлеңдерді жанды дауыста орындап, сахнадан түсіп, халықпен бірге ән шырқап би биледі. Сондай-ақ көрермендер арасында түрлі сұрақ-жауаптар қойып, өздерінің ән жинақтарын сыйға тартты. Азат екеуміз ғана қалған болатынбыз, ал біздің ортамыздағы үшінші бауырымыз Тұрар өзінің ата-анасының келісім бойынша біздің ортамыздан кетті. Ендеше сол уақыттан бастап, яғни Азат екеуміз қалған уақыттан бастап біздің ең алғашқы түсірген бейнебаянымыз қандай, және ол қандай әнге түсірілді, және оның әні мен сөзін кім жазды? Вот это сұрақ. Қош махаббат, әні мен сөзі кімдікі? Өте дұрыс таптыңыздар. Азат Әбілдаев, өте керемет. Ендеше қошеметпен шақырамыз. Келіңіз. Ой, егдесін ұстафты қолны. Бағлан мырза, сразу таныдым сізді дейсіңізден деген. Керемет, сіз де бүгін енді тағы да осы біздің қойған сұрақтың жауабын дұрыс таптыңыз ғой. Жалпы қош махаббат әнін естідіңіз ғой? Бұрынғы мұңлы әндерден тұратын сәт тобының репертуарының 90% қазіргі таңда көңілді әндерден, патриоттық өлеңдер мен жан-жақты жанрда эстрадалық рэп стиліндегі әндермен толыққандығын айқын көре аласыз. Бұл жаңа әндер қатарында ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған ардагерлер маршы деп аталатын ән де бар. Сәт тобы тек өзгелердің ғана емес, өздерінің де әндерін орындайды. Топ мүшесі Азат Әділбайдың әні мен сөзіне жазылған «Қош махаббат» әні жастардың сүйіп тыңдайтын хиттарының бірі. Кереметте кеш сыйлаған өнерпаздар залдың қошеметін көре алмаса да, жүректерімен сезінген анық. Халық оларды мүсіркегеннен емес, өнерлерін бағалады. Олай болса, сәт тобының сәтті сапары әлі алда. Кеш соңында концерттік бағдарламаның атауына айналған «Өмірге ғашықпын» әндерін орындады. Мектеп жасына дейінгі шағын орталықтардың бірінде, дәлірек айтсақ, номер 16 жалпы орта білім беретін мектебіндегі шағын орталықтың кішкентай тәрбиеленушілерінің арасында алтын күз ертеңгілік ұйымдастырылды. Бүлдіршіндердің өнерін тамашалап қайтқан тілшіміз тақырыпты толықтырады. Күз жыл мезгілінің ішіндегі ең бір сұлу да байлықтың символы. Осы бір жыл мезгілі тамаша кезеңде қаламыздағы мектеп оқушыларының арасында және балабақша тәрбиеленушілерінің арасында алтын күз байқауы өтетіні белгілі. Сондай іс-шара бүгін нөмірі 16 жалпы орта білім беретін мектептің шағын орталығында өтті. Алтын күз ертеңгілігіне дайындалған бүлдіршіндер өз өнерлерін көрсетті. Күншуақ балалардың шағын орталығында 25 бала тәрбиеленуде. Бұл шағын орталық басқа балабақшадан еш кем емес. Балалардың дамып жетілуіне жағдай жасалған. Ертеңгілікте олар әртүрлі жеміс-жидектер болып, билеп, ән айтып, өз өнерлерін ортаға салды.
Орталықтың тәрбиешілері Олжамал Хужаева және Гүлжан Шегебаева бүлдіршіндердің мерекесін қызықты етіп өткізуде түрлі ойындарды әзірлеген. Балалар ата-аналарымен ойын ойнап, жұмбақ жасырып, өздерінің бойындағы таланттарын көрермендерге паш етті. Орталықтағы бүлдіршіндердің өнерін тамашалауға келген. Өздерінің балалары мен немерелерінің осы орталықта үйреніп білген бар өнерін көргенде ата-аналардың жүзінде қуаныш болды. Бүгін енді 16 мектептің шағын орталығында алтын күз мерекесі болып жатыр. Мереке өте жақсы өтті. Менің қызым осы наурыз айынан бастап осы шағын орталыққа келіп жүр. Жақсы тіл байлығы дамыды. Осы тәрбиешілерге рахмет. Балалардың жаңағы түрлі іс-шараларға қатыстырып жатыр. Билетіп, әндер айтқызып, ата-аналар тарапынан ризамыз. Рахметімізді айтамыз. Ары қарай еңбектер жемісті бола берсін. Балаларды ары қарай алдыға алып жүре берсін деп айтқым келеді. Сәтбаев қаласының нөмірі 16 жалпы орта білім беретін мектебінде шағын орталық жұмыс істейді. Екі шағын орталық, біреуі қысқа күндік, бірі толық күндік. Толық күнде балалар таңертеңнен кешке дейін осы мектепте болады. Олар 4 мезгіл тамақтанады, ұйықтайды, ойындар ойнайды. Балалар мен тәрбиешілер тіл дамыту жұмыстарына байланысты сабақтар жүргізеді. Мінекей, мұнда балалардың бәрі бүгін алтын күз мерекелік іс-шарасын өткізіп отыр. Осы іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.